Сәлематсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз қарапайым математика. Сабақтың тақырыбы жұмбақтар, мысалдар шығарамын. Мысалдар бастырып жазамыз. Сабақтың мақсаты. Енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын, кәне бәріміз шаттық шеңберге тұрып алайық. Бірге қайталаймыз. Қайырлы күн, достым. Қайырлы күн болсын. Сәттілікке толсын. Біздің алар бағамыз кіленбестік болсын. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жұмбақтар дедік. Енді мына суретке қарап, бәріміз кітапты ашамыз. Қарапайым математика кітабын аштық. Ол жерде отбасы барлы таңғы аста отыр. Осы таңғы аста отырған отбасылардың үстінде сандар жапсырылған. Осы сандарға байланысты жұмбақты шешеміз. Бесік тербеп ән айтатын, ертек айтып ойнататын кім сені? Кәне, 5-тен 3-ті азайтамыз. Қанша болады балалар? 2. Ол 2 саны кімнің үстінде жапсырылған екен? Анасы. Міне, бесікті айтып тербететін бізде анамыз екен. Енді еңбек етіп ерінбей, шаша қарып қартайған бұл сүйкімді жан кім балалар? 5-ке 2-ні қосқанда қанша болады екен? Дұрыс, 7. Енді сол 7 саны кімнің үстінде жапсырылған? Атамыздың үстінде. Өте тамаша. Ары қарай балалар. Екінші тапсырмамыз. Екінші тапсырмада қаламмен бастырып, біз бір санын, цифрын есеп дәптерімізге түсіріп, өзіміздің әліппе дәптерімізден көрсетіп жазамыз. Қаламды дұрыс ұстап. Үшінші тапсырмамыз. Сырымның 5 ертегі кітабы бар. Ол 2 ертегі кітабын оқыды. Ол енді нешеуін оқу керек екенін анықтап жазамыз, құрастырамыз, жауабын жапсырамыз. Сырымда 5 болды ғой, ол қаншауын оқыды? Сонда 5-тен 2-ні азайтқанда қанша болады екен? Өзіміз жапсырып, тапсырманы орындап, маған жібересіздер. 4-ші тапсырмамыз. Алияның 10 ертегі кітабы бар. Ол 2 ертегі кітабын оқыды. Ол енді нешеуін оқу керек екенін анықтап, жазу құрастырамыз. Жауабын жапсырамыз. Сонда Алияда 10 ертегі кітап болды. Ол 2-ін-ақ оқыды. 10-нан 2-ні азайтамыз. Сонда балалар қанша сан шықты? Жапсырамыз оны. Енді үйге тапсырма балалар. Көршісін тауып, ойын арқылы біз ойын ойнаймыз. Сандарды тура және кері санаймыз. Бұл үйге тапсырма. Үйден сендер маған аудиозапис арқылы жібересіңдер. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Ұнаса, математикасы кітабымыздың өзімізге берілген смайлықтарды белгілеп қоямыз. Рахмет.